Құрметті достар, әлеуметтік желіде Меркедегі қайғылы оқиғаға қатысты көп азаматтар мені белгілеп жатыр екен. Бір барнеға бола адам өмірі қиылды деп жатыр. Қазіргі таңда менің анықтағанымдай қылмыстық кодекстің 105 бабының 1 бөлігімен қылмыстық қозғалған. Яғни ол өзін өлтіруге дейін жеткізу немесе оған ықпал ету деген баппен. Ер азаматтар өздерінің үстемділігін күшпен білдіріп, қаншама қайғылы оқиғалар орын алып жатыр. Өздеріңіз білетін Айзат Нұрайдың оқиғасы, менің өзімнің өндірісімде өзімнің әйелін 39 рет пышақтаған полиция қызметкерінің оқиғасы. Бұл қашанғы жалғаса бермек. Депутаттық үміткерлер дәл осы ретте де олар үнсіз қалады ау деп ойлаймын. Дәл осы баппен қозғалған істерді аяқсыз қалып жабылып жатыр. Өздеріңіз білетін Нұрғанаттың да ісі осылай жабылды. Арман Дүйсеновтің баласына қатысты іс әлі түбіне жеткен жоқ. Ақнардың ісі тізбек дей берсең шыға береді. Бұл нені білдіреді? Бұл біздің заңның осалдылығын білдіреді, және бұл істі шешуге деген біздің әрекетіміздің бағытының дұрыс еместігін білдіреді. Бұл жерде кешенді түрде жұмыс жасау керек сияқты. Ер азаматтарымыз отбасын құрар кезде, оларды да мектеп жасынан болсын, отбасынан болсын, алдын ала дайындау қажет сияқты. Әрқайсымыз үйде әлпештеп өсіріп отырған қыздарымыз бар, соларға алаңдаймыз. Мұндай сұмдық ертең сіздің басқаның үйінде қайталанбасына кім кепіл? Бұл қоғам көтеретін мәселе деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Болмасын нәрседегі ұрса бер. Макси чайды ішіп қойдың деп ұрсады. Неменеге ініме ұрасың, неменеге мамаға өйтіп сөйлейсің. Көршінің келіні былай, көршінің келіні анда. Қызым қанша рет осы жаққа қайтып келсе, мен қанша рет барма деп айтсам да, ол өзінің махаббатына сенді. Надиярды қатты жақсы көрді. Оға қатты сенім артты. Одан толқы күтті. Айтатын, маған толқы мейір берсін болды. Одан ештеңе күтпеймін, мейір берсінші. Внимание күтті одан. Алып кетсін, мама, бәрін алып кетсін. Не істейсіз киімдерін алып кетсінші. Сөйлем. Басына жүргендерін бәрін түсіндер. Тергеуді аяқталмай, аяқтар басталып. Аты жөніңіз кім сіздің? Сұрап ал бәрін. Мына журналистің атын шақырып, аты жөнін бәрін жазғанды. Мынау әйел кім мынау? Аяғымен басып кіріп жүрген. Үшеуі де кім білді? Бәрін жазыңдар. Тергеуді сыйламады. Тергеуді. Сұхбат бергіңіз келмей ме? Біз екі тарапта тыңдағымыз келеді. Сұхбат бермеймін мен. Бізге айтылды. Тергеу бастап менің ойымша сұхбат бермеймін деді. Сіздің құқыңыз бар толыққан сұхбат беруге. Экспертизадан кетереміз. Қалай экспертиза? Біз депутаттар, сіз бүгінде халыққа жеткізейік та халыққа. Сізге бермеймін. Мен өзім шақырып қойдым, сол адамға беремін. Сіз өзіңіз журналист шақырып қойдыңыз ба?